Сәлем оқушылар, бүгін сендермен вертикал бағыттағы қозғалыс тақырыбына есептерін шығаратын боламыз, Жалпы вертикал бағыттағы қозғалыс деген не? Ол допты төмен және жоғары лақтыру сияқты, мына жерде жазылған. Қараймыз, мысалға допты жоғарыда тұрып, төмен қарай лақтырсақ, ол үдей түседі, демек плюс қойылады деген сөз. Ал жоғары қарай лақтырсам, ол нейді жайырақ барады, демек оның алдына минус қойылады. Жалпы бізде осы үш формула, S-тің орнында H деп те беру мүмкін, S-тің орнында. S-тен нулевой Т плюс 7 квадрат бөлінген 2 деген орнында H деп те белгілей береді, айырмашылығы жоқ. Ал енді есептеріне тоқталайық. Топ 20 метр секунд жылдамдықпен дейді. Берілген жазалайық. Нулевой тең 20-ға, Т тең 4 секундқа. Жер бетінен қашықтығымен H дей берейін. Демек қараймыз, мына сөз керек бізге. Жоғары қарай болған кезде формула не болады? Нулевой Т минус GT квадрат бөлінген 2 болады. Енді қараймыз, нулевой 20 көбейтеміз 4-ке, 10 тұрақты, 4-тің квадраты бөлінген 2. 80. Нан қысқартсақ 5, 5 16-ға көбейтсем 80 тең болады бізде неге? 0 деген жауапқа. Кейінгі есеп. Вертикал жоғары дейді, нулевой 15 пен лақтырады. Так, G тең 10 құлау мезеттегі жылдамдығы. Демек бізден соңғы жылдамдығы сұрап тұр, Бізге бірінші не керек? Уақыт керек. Тік көтерілу уақытын табу үшін нулевойды G-ға бөледі екенбіз, Так, үдеудің формуласы сияқты, А тең В бөлінген Т сияқты. Так, 15-ті 10-ға бөлсем 1,5 шығады. Бұл бізде көтерілу. Ал бізге ұшу керек. 2 Т көтерілу болады. Демек 2-ні 1,5-ға бөлсем 3 секунд деген сөз. Енді жылдамдық табу формуласы бізде қалай қарай? Жоғары қарай болса минус. Нулевой минус GT. Нулевойымыз 15, минус G'міз 10, T'мыз 3, минус 30 болады екен. 30-дан 15 алсақ, минус 15 метр секунд деген жауап болады екен. Егер мынау төмен қарай болса, алда плюс болады. Так, еркін құлау. Қараңдар. Еркін құлау деген сөз, бұл бастапқы жылдамдық жоқ деген сөз. Т тең 3 секундта қанша жол жүреді? H. Біз білеміз, ең оңай формула GT квадрат бөлінген 2. Орнына қоямыз 10, 3-тің квадраты бөлінген 2. 5-ті 9-ға көбейтсеңдер 45 метр шығады екен, мына жауап. Тағы да еркін құлау туралы, ұмытпаймыз. Еркін құлау десе, бастапқы жылдамдық 0-ге тең деп жазасыздар. Т тең 4. Так, бізде H-ты табу керек. H тең GT квадрат бөлінген 2. 10, 4-тің квадраты бөлінген 2. 5-ті 16-ға көбейтсек, бізде 80 метр деген жауап А жауапты түрегіне. Енді қараңдар, мынандай қызық есеп бар екен. Еркін құлаған дене 1 секундта және 2 секундта жүрген жолдардың қатынасымен 1 секунд, 2 секунд дегенде бізде айырмашылық бар. Бірінші формуласын жазалайық. Так, қараңдар. 1 секунд, 2 секундты қай формамен шығарып жатырық? GT квадрат бөлінген 2-мен, Ал енді 1-2 секунд деген мынандай шығарасыздар. Інчі дегенді. Так, G бөлу 2, 2 Т минус 1-мен шығарамыз, Осы екеуімен шығарады екенбіз. Қараңдар, бірінші есепте, мына 2, тура осылай 2 формула жазасыңдар. H1-дің H2-ге қатынасы бізде сонда Т1 квадраттың Т2 квадратқа қатынасы дегені тұрақты шамалар қысқарып кетеді. Так, енді жазамыз. Т1-іміз 1-дің квадраты, астында 2-ның квадраты. 1-де 4 деген қатынас. Енді қараңдар, 1 секунд, 2 секунд ойық. Бұдан мынау тұрақ, мынау қысқарып кетеді. Сонда формула
h1-дің h2-ге қатынасы 2t минус 1. Так, t1 болады. 2t2 минус 1. Қоямыз. 2, 1 минус 1. Так, 2, 2 азайту 1. Төбесі бізде 1 шығады екен, асты 3 шығады. 1-де 3 деген қатынас. Айырмашылығын көрдік қоя. Інішінен просто 1 секунд пен 2 секундтың айырмашылығы деген қайда жатыр. Так, тағы да сондай есеп. Шарт көрейік. h1-дің h2-ге қатынасы t1 квадраттың t2 квадратқа қатынасы деген сөз. Так, 2-ның квадраты 3-дің квадратына қатынасы. 4-те 9 деген қатынаста. Бұл жауапты. Кейінгі есеп нше қараймыз. Ол кезде форма басқаша болады. Форманы беріп қойған жауапты шатастыру үшін шатаспаймыз, бірақ 2t1 минус 1, 2t2 минус 1. Так, орнына қоямыз. 2 минус 1, 2 көбейту 3 минус 1. 4-тен 1-ді алсам 3, 6-тан 1-ді алсам 5. 3-те 5 деген қатынас. Түсіндік қой айырмашылығын? Мына нші деген кездегі формуланы жаттап алады екенбіз. Так, енді қараңдар. Мынау 80 метр биіктік. Екім құлайды мына жерде. Екім құлайды былай қарай. Оның құлауының соңғы секундында, ол бізде 1 секунд болмаған. Орын ауыстыру. Осы кездегі бізде h соңғы сұрады. Енді қараңдар. Бізде бұл бірінші қанша уақытта болады сол керек. Тын табу үшін формула қандай еді? 2h бөлінген g. Мынау бізде үлкен h белгілейін 80-ді. Так, 280 g 10. Так, 16-дан бізде 4 секундта құлайды екен. 4 секундта құласа, жалпы оның соңғы секундындағы жолын табу үшін қараңдар. Бұлай есептейсіңдер. h-ты табу үшін g-т квадрат қой, соңғыдағы. Осыны бұлай жасасыңдар. g 4-дің квадратынан 1 секунд шығу керек қой бізге, 3-дің квадратынан алып тастайсыңдар. Сол кезде шарты форма. Түсіндіңдер ғой? Так, есептейміз. 10, 4-дің квадраты, 3-дің квадраты, 2. Так, 16-тан 9-ды алсақ 7, 7-ні 5-ке көбейтсеңдер, 35 метр. Мына жерін түсіндік па? Соңғы 1 секунд деді ме? Демек, оны алмайсыңдар, одан алдыңғыны. Себебі 4-дегі жол мен 3-дегі жолды азайтып тастаған кезде бізде 1 секундтағы жол шығады. Осы жерден шатаспаңдар. Кейінгі есеп. Түсу уақыты 7 секунд болса, оның 2 секундта жүрген жол. Қараңдар. Тура сондай есеп. Тағы да. G бізде не дейді? 7 секундта түскен, 2 секундта жүрген жолын сұрағанда біз нені аламыз? 5-тің квадратын аламыз. Бөлеміз 2. 10, 7-нің квадратынан 5-тің квадратын азайтасыңдар. Бөлеміз 2. 5, 49-дан 25-ті алсаңдар 24 болады. 5-ті 24-ке көбейтсеңдер 120 метр болады. Жауап. Түсу уақыты, қараңдар, тура солай есеп. G 10-ның квадратынан 3 секунд ма? Демек бізде не болады? 10-нан 3 алсақ 7 секундтың квадратын азайтасыңдар. 2. 10, 100 болады. 49 болады. 5. 5, ойбайна 2. Менен қысқарсам 5 болады. Сразу жазып жібердім. 5 көбейтеміз 51-ге. Бізде қанша болады? 255. Түсіндік қой? Осымен тақырып есептері аяқталды.